негізі бала кезімден өз осындай қазақтың ұлттық қолданбалы қолөнерімен сондайға қызығушылық пайда болған. Негізі Ортеке қазақтың ұлттық ойындарының біреуі ғой, ұмытылып бара жатқан. 2024 жылы Қарағанды облысы бойынша ЮНЕСКО фестивалі болды Ортеке. Онда да жаңа Ортекені алып барып, онда Ортекені жаңа үштік түрде шаң қобызбен билеттім. Ол мысалы кейбіреулер Ортекені домбырамен билете береді ғой. Ал бірақ ұлттық көшпенділер заманда ұлттық жаңағыдай музыкалық аспаптардың несі шаң қобыз, домбыра, дауылпаз әртүрлі музыкалық аспаптар болған. Ол шаң қобыздың жай кішкентай композициясын орындап берейін. Міне мынау шаң қобыз. Мысалы мынау жай шаң қобыздың өзінің сыртқы қобдишасы мына ұлттық вариантта жасалған. Ол болып тұрған бөрі, қазақтың национальный ұлттық несінде. Ал былай ашқан кезде міне шаң қобыз түседі. Тағы бір музыкалық аспаптардың біреуі тай тұяқ дейді. Бұл орман аспап, кәдімгі тайдың тұяғынан жасалған. Сыртынан мынандай сары жезбен енді әшекейленіп, музыкалық аспап болғаннан кейін әшекейленіп, сары жезбен көмкеріледі ғой қазақтың ұлттық өз ойындарымен, оюларымен. Ата бабаларымыз қолданған саймандар ғой. Үлкен әжелерімізден қалған құршық. Қазіргі кезде енді ұмытылып бара жатыр ғой. Осындай ұмытылып бара жатқан нені осындай жасап, қазір кішкене жаңа музыкалық аспаптар туралы мынау дауылпаз. Дауылпаз ғой, иә? Орман аспап. Одан балбал тастары мына. Одан кейін биік шыңның үстінде неге өзіміздің көк туымыз өстіп желбіреп тұрмайды. Осыны мысалы кіргізсек мәдениетке неге. Сонда өзімізге бір кішкене рухани байлығымыз насихаттау сондай болар еді. Мысалы былайға келген кезде жай отыратын орындықтарымыздың өзі неге мынандай қазақ оюлармен ұлттық вариантта неге істелмеске. Ханшайымдар отыратын орындықтар. Бұл да жаңағыдай ұлттық интерьер дейді ғой, сондай неге жинап қоймасқа. Күнделікті тұрмысқа пайдаланып, күнделікті кухняда нан кесіп етіп жүреміз ғой. Осындай ұлттық вариантта неге жасамасқа. Қазақ оюлармен, немен. Сонда өзіміздің сана сезіміміз бәрі. Күнделікті пайдаланатын мысалы жай шай қаса. Кішкене тігінде тігім. Әжелеріміздің қалтасында жүретін той қоржын дейді. Андай қонаққа барғанда сарқыт андаймындайды алып келеді салып. Ұлттық түрде. Әмиян, е? Иә, әмиян. Осындай. Орын қайда деп іздеп жүргенде мені мәз орын. Одан кейін мынау ашылады міне. Ашылған кезде мына. Сонда жолдың жиегіне қоятын осындай бір макет жасаған. Бигаш Дәндібай мәдениетінің тарихи өркениет қонысы деген. Мысалы, ол жерде әлі күнге дейін өркениетті дамытып отырған жаңағы ауылда адамдар бар. Сонда осындай макет ұсынған, енді әлі хабар болмай жатыр. Енді ой болғанда осындай әрқашанда өзіміздің ұлтымыздың қолөнерін дамытып, қашанда болса да бір ұлттық негіз болу керек та, насихат сондай. Қазір енді бұлай қарап отырсаңыз, бәрі бір компьютер заманымен кетіп қалды. Мысалы, қаншама көрмелерде, нелерде болып жүрген кезде, жай, мысалы, астау деп аталады. Енді астау емес, мынандай астабақтардың өзін астабақ қой. Компьютер системамен жасалған дүниелерді алып келеді.
қазақтың ұлттық қолданбалы өнер деп қойып қояды. Негізінде ол дұрыс емес. Әр адам өзінің басымен, миымен қорытып, сөйтіп жасалу керек. Ата бабаларымыздың қалдырған дәстүрін жалғастыру керек. Ол мысалы компьютермен жасалатын дүние, ол өндіріс деп аталады. Бір штамповкамен жасай береді, болды. Ол ондай болмау керек. Жаңағыдай ортекеге байланысты, міне бұл да қазақтың ұлттық бір аспабы қырылдауық деп аталады. Қалай? Бұны осы қырылдауық деп. Мына былай тіл салынады. Соны мына былай неткен кезде, мына айналдырған кезде мына айналып қырылдап отырады. Әрбір музыканың ритміне байланысты. Бізде тақ дейді. Мынау ертегі, бұрынғы кездегі эпос нелерді оқып отырған кезде хан таққа отырды дейді, тақтан құлады дейді. Енді көбісі шатыстырады тақ пен орындықты. Тақтың қасиеті ол өте үлкен, зор. Сонда тақтың қазіргі кезде аты бар да, бірақ заты жоқ. Міне қазір міне тақ, міне суреті, мына жасаған тақ, міне мына тұр. Одан кейінгі мынауда тақ, бірақ сұлтандар отыратын тақ. Міне шоқ салғыш. Бұны мен Шоқ салғыш. бес оқып жүргенде үлкен әжеміз жасап берген. Әлі күнге дейін сақтап келетін. Мына жерге ағаштың қолғасын қояды да, шоғын ақыман бұқтырып, мынандай дөңгелек столдың басында отырып, шай ішіп отырады. Мысалы, әрбір дүниенің өзінің бір жеке оюлары болады. Көбісі соны ағаштың ою бір бөлек болады. И жаңа көрпеге салынатын ою. Соның бәрін қазір бір неге алып кетті, шатыстырып кетті. Негізінде ондай болмайды. Мына киімнен жасағанда күміспен көмкеріледі, мынадай гауһар тастармен, осындай. Қорытындылай келгенде енді жаңағыдай ұлттық негіз болу керек та, болмыс болу керек. Әрқашанда өзіміздің ұлтымызды жаңағыдай қолданбалы қол өнерін көріп, әрқашанда насихаттап жүрсе, сондай өте тамаша болар еді.